Сосиска в тесте, бауырсақ, пирожки барлығын осы бір тестадан жасай беруге болады. Осы рецепті сіздермен бөлісуге жөн көрдім. Ыстықтау су құямыз, оның үстіне тұз, қант саламыз, және де құрғақ ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды саламыз. Негізінде қамыр қытырлақтау болып кетеді десеңіз, 1 жұмыртқа салсаңыз да болады. Одан кейін сметана 15%, 20% сметана салуға да болады. Барлығын жақсылап араластырып, қажетінше ұнымызды саламыз. Мен сіздерге арнайлап осы видеоны түсірген кезде менің қамырымның ұны сәл көптеу болып кетті де, сәл тығыздау болып қалды қамырым. Негізінде осы рецепт бойынша жасайсыз, бірақ ұнын сәл аздау салып, қамырыңызды жұмсақтау етіп илеңіз. Илеп болғаннан кейін сыртынан осылай аздап күнбағыс майымен майлап, бетін жауып, міндетті түрде жылы одеял немесе бір кез келген жылы затпен орап қойсаңыз, 15-20 минутта дәл осылай қамырыңыз көтеріліп шығатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.